Ассалаумағалейкум отандастар, трейдерлер ордасына қош келіпсіздер. Бұл алдыңғы бірінші сабаққа байланысты видео сабақ болып табылады. Өйткені алдыңғы сабақтың дауыс сапасы нашарлау болғандықтан осы видеоны бірінші сабақты қайтадан түсіруге тура келді. Бірақ бұл видеомда бірінші сабақты да видео сабақты қарап шықсаңыздар да ешқандай ұтылмайсыздар. Алғашқы видео сабақта айтылмаған мәселелер осы сабақта айтылуы мүмкін. Яғни өзіме келетін болсам, мен Бейсенбайұлы Бақытжанмын, тәжірибелі трейдермін. Яғни трейдинг саласында мен 2007 жылдан бері жұмыс жасап келе жатырмын. 2021 жылға дейін трейдингпен қосымша жұмыс, яғни хобби ретінде айналыстым. Оның арасында 2008 жылы Москвада, Ресейде, Москвада бір ай осы трейдинг саласы бойынша өзім білім алып келдім. Ресейдің трейдерлерінен. Яғни қазіргі уақытта осы 3-4 айдың көлемі болды. Жалпы осы трейдинг саласындамын. Основной жұмысым трейдинг саласы. Өзім 4 баланың әкесімін. Яғни балық аулауды ұнатамын. Білім беру саласында 28 жыл жұмыс атқардым. Қазір енді күні түні осы трейдинг саласындамын. Ары қарай слайдты жалғастырайық. Яғни мына жерде мен жазып қойдым, трейдинг жаңа кәсіп, жаңа мамандық деп қойдым. Яғни трейдинг деген ол біздің Қазақстан үшін жаңа кәсіп, жаңа мамандық деп айтсақ болады. Өйткені трейдинг саласына уже 100 жылдан аса уақыт болған деп айтсақ болады. Техника дамыған кезден бастап қазіргі трейдинг саласы электронды нұсқаға өткен. Бұған дейін трейдерлер жаңағы қор биржасының өзіне барып, сол жерде сауда жасайтын тұғын. Яғни Google'дан немесе Википедиядан қарасаңыздар болады. Трейдеры на полу деген болады. Яғни полдағы трейдерлер деген. Яғни арнайы бір алаңда жұмыс жасайтын. Бағдарламаға келетін болсақ, трейдингтегі алғашқы қадам бағдарламасы бойынша жасалып жатыр бұл видео сабақтар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қор нарығындағы бағаның құрылуы. Яғни баға қайдан шығады? Акцияның белгілі бір құнды қағаздардың, енді инструмент деп те айтып кетемін. Оның арасында сток деп те айтылады, деген сияқты, қағаз деп те айтылады, мысалға трейдерлердің өздерінің айтатын сөздері. Әртүрлі жаңағы нұсқада айтып кетуі мүмкін. Яғни сол инструменттердің қор нарығындағы бағаның құрылуы қалай құрылады. Сабақты бастамас бұрын ережелер мен ескертулерді таныстырып өтсем деп отырмын. Бұл сабақта қор биржасында құнды қағаздармен сауда жасау жолдары қарастырылатын болады. Қор биржасында, яғни акциялармен жұмыс жасайтын боламыз. Менің сабақтарымда Форекс немесе жаңағы криптовалюталар бар, олар бойынша жұмыс жасамаймыз. Және де айта кететінмін, осы биржаның атын жамылып, жаңағы бинарлы опцион дегендер болады. Ол нәрселерге вообще сіздер жоламауға ұсыныс беремін. Ол әшейін как казино сияқты. Ол жерде шынайы сатып алушы, сатушылар жоқ деген сөз. Бинарный опцион деген естеріңізде болсын. Видео сабақтар қаржылық сауаттылықты арттыру үшін ұсынылады. Яғни сіздер адам бастап яға дейін осы видео сабақтарды қарап шығу барысында сіздер трейдер саласында жұмыс жасамасаңыздар да ең болмағанда қаржылық сауаттылықтарыңызды арттыруға мүмкіндік болады деген сөз.
Яғни сабақтар жеңілден күрделіге қарай байыппен жүріп отырған боламыз. Сабақ барысында 18 жасқа толмаған тұлғалар ата-анасының рұқсатымен үйренгені дұрыс болады трейдинг саласын. Әрине, бұл қаржылық сауаттылықты арттыру үшін ол жаңа 18-ге толмаған балдарда үйренгені ол артық емес деп ойлаймын. Базалық білімсіз, яғни шынайы саудаға қатыспаңыздар, сіздерге осы ұсынысым. Көптеген менің таныстарым бар, жаңағы бәке деп келеді, $7,000 мен ұтылып қалдым, сол жерде сондай шығынға ұшырадым деп не қылады. Ол деген элементарный нәрселер сұрасам, ол базалық білім жоқ, ол нәрселерді білмейтін болып шығады. Сол себепті осы видеоны мен көпшілік жаңағы достарым бәке үйретіңізші дегеннен кейін осындай көпшілікке жаңағы YouTube каналына тегін жаңағы шығаруды шешім қабылдадым. Әрқайсысына мен уақытым жоқ үйретіп отыратын, сол себепті осы видеоларды қарасаңыздар болады сіздерде. Видео сабақтардың чат бөлімінде мәдениеттілікті сақтаңыздар, достар. Адамның жаңағы намысына тиетін кер тартпа сөздер, ондай чатта жазылмау қажет. Менің каналымда ондай хейтерлерге орын жоқ. Біреулер бар, блогерлер бар, бір-екі видеоны қарап алған трейдерлерге байланысты негатив нәрселерді қарап алады да, чатқа жазады мысалға. Ой, мынау анау ғой, мынау ғой деп, бірақ базалық білімі жоқ. Білім болмағандықтан сондай хейтерлер пайда болады. Ондай хейтерлер пайда болатын болса, мен каналдан банит етемін, блокқа қойып қоямын, ешқандай бізге ол қажеті жоқ. Бір-бірімізбен сіз арқылы қарым-қатынас жасайық. Яғни бір-бірімізге сенсіремейміз. Бұл өйткені көпшілікке арналған сабақ болғаннан кейін чат бөлімінде де сенсіремей сіз деп бір-бірімізбен қарым-қатынас жасайық. Мен үлкенге де кішіге де бейтаныс адамдар болса, мен сіз деп сөйлеуге тырысамын әрқашанда. Ал достарыңыздың өздеріңіз, достар, таныстарыңыз арасында сен деп әрине қарым-қатынас жасайсыздар. Осы мәселені айтып кетсем. Сабақтарда өзімнің 10 жылдан аса жинаған тәжірибеммен бөлісетін боламын. Яғни керек емес қоқыс нәрселер болмайды менің сабақтарымда. Осы 2007 жылдан бері алған білімімді тек қана керек нәрселерді, керек инструмент, керек нәрселерді мен сіздерге ұсынатын боламын. Басқа нәрселерге уақытты жоғалтпау қажет. Менде көптеген керек емес нәрселерге көптеген уақыттарымды жоғалттым. Оған бірақ өкінбеймін, ол нәрсенің жұмыс жасамайтындығына мен көзім жетті. Мысалға, небір индикаторлар болады. Фибоначчи дейді, көп индикатордың түрі көп. Свечной анализде жаңағы Харани дейтіндер болады. Мысалға айтатын болсақ, иықпен бастар дейді, двойная вершина дейді, жоғарыдан ақ келетқан жұлдыз дейді. Ондай нәрселер вообще жұмыс жасамайды қазіргі трейдинг саласында. Сіздерге бір ескертіп айтып кетейін. Оған ондай индикаторларға, паттерндерге уақытты кетірудің қажеті жоқ. Қызығушылық болған жағдайда ғана видео сабақтар арқылы қор биржаларында жұмыс істеу тәжірибеңізді арттыруға болады. Яғни сіз трейдинг саласында жұмыс жасау үшін тер төгу керек. Күніне белгілі бір уақыт бөліп отыру керек деген сияқты. Уақыт бөлмесеңіз, бұл трейдинг саласында жетістікке жете алмайсыз. Однозначно жете алмайды ешкім. Және де бұл қаржылық саласы бойынша, қаржылық саласында ешкім сізге жаңағы гарантия, кепілдік бере алмайды. Сіз мына бір айдың ішінде
байып кетесіз, миллионер болып кетесіз 2-3 айдың ішінде деген ол нәрселерге сенбеңіздер. Үлкен жұмыс атқару керек ол үшін, уақыт бөлу керек күнделікті деген сияқты, ондай адамдарға сенбеңіздер. Видео сабақтар тегін жүргізілетін болады. Егерде бұл видеоны бір жерде жаңағы жариялап ақша сұрап жатқандар болса, сразу чатқа жазып мені ескертсеңіздер болады. Ондайда көп алаяқтар видео сабақтар тегін жүргізіледі. Яғни сабағымызға көшетін болсақ, қор биржасы деген не сұрағына жауап іздеп көрейік. Біріншіден, қор биржасы дегеніміз қысқаша айтқанда акцияны сатып алушылар мен сатушылар мәмілеге келетін алаң, ол үлкен алаң. Яғни қор биржасында тек қана екі тұлға болады. Ол сатып алушылар және сатушылар, басқа ешкім жоқ. Сіз как трейдер ретінде рынокта рынокпен бірге бір боласыз. Бұл жерде ешкім сіздің бизнесіңізді тексеріп келетін өрт сөндіргіштер жоқ, штраф салып кететін сес келмейді бұл жерге деген сияқты. Сондай бұл трейдинг саласының өте кереметтігі осы жерде. Тек қана сіз жылына 2 рет салығыңызды төлеп отырсаңыз болды табысыңыздан. Ары қарай сауда мәмілесі брокер арқылы орындалады. Яғни посредник брокер дейді. Сіз белгілі бір акцияны сатып алу, сату үшін тікелей биржа арқылы сатып ала алмайсыз, немесе сата алмайсыз. Белгілі брокерлер лицензиясы бар, дұрыс, жақсы жұмыс істейтін брокерлер арқылы, шынайы брокерлер арқылы сатып алып, сатылады акциялар. Ірі компаниялар, яғни эмитенттер дейді, ірі компаниялар даму үшін өз үлесінің белгілі бір бөлігін биржа арқылы сатылымға шығарады. Яғни листингтен өтеді. Листинг дегеніміз ол лист деген список дегеннен шыққан. Сол қор биржасына белгілі бір компаниялар тексеруден өту арқылы сол тізімге енеді. Акцияларын сатылымға шығару үшін. Ары қарай кеттік. Қор биржасы деген не сұрағына тағы да жауап беретін болсақ, визуально қарайтын болсақ, мысалға мына жерде Tesla, Facebook, Google, Amazon ірі компаниялар, эмитенттер деп айтсақ болады. Бұл компаниялар белгілі бір қор биржаларына ұсыныс жасау арқылы жаңағы сауда алаңына акцияларын салу үшін. Яғни осы қор биржалар арқылы листингтен өтеді. Яғни листинг әрбір қор биржасында салтанатты түрде өтіледі. Спискке, тізімге ендірілген компанияларды жаңағы салтанатты түрде көрсету арқылы тікелей эфирден көрсететін болады. Онда сіздер қарасаңыздар болады, листинг деп жаңағы Google-дан. Яғни біздің отандық қор биржасының біреуі ол КСЭ, мысалы, мына жерде көрсетіп қойдым. 2 қор биржасы бар бізде Қазақстандықта. Ірі қор биржаларымен көрсеткім келді. КСЭ деген бар, мысалға. Америкалық ірі брокерлік компаниялар NASDAQ деген естігендеріңіз бар шығар. Және де жаңағы айтқанымыздай брокерлер болады. Яғни брокерлер ол посредниктер. Біз делдал десек те болады. Бұл жерде мысалға отандық бізде Жусан Инвест деген бар, мысалы Халық Инвест деген брокерлік компаниялар бар. Американың ең ірі деген компаниялардың бірі TD Ameritrade және Interactive Brokers деген. Қазақстан өзіміздің отандық қор нарығының өзінде 20-дан аса брокерлік компаниялар бар. Көпшілігі байқаған болсаңыздар, ол банк посредниктер, банктер бізде брокерлер. Брокерлік компанияларды осы өзіміздің отандық КСЭ қор нарығының сайтында қарауға болады.
сайтына кірсеңіздер, мінекей брокерлер, кассе мүшелерінің тізімі деп қойған, в основном брокерлер 20-дан аса брокер бар. Мінекей қарайтын болсаңыздар, мұқият қарап шықсаңыздар болады. Сайтқа кіріп, компаниялардың да тізімдері бар бұл жерде деген сияқты. Көбінесе банктар, посредниктер, мінекей жаңағы айтып кеткендей, мінекей мәліметтер көп бұл жерде. Листингке байланысты мінекей компаниялардың тізімі дейді мысалға. Мінекей біздің отандық қор нарығындағы компаниялардың тізімдері мінекей. Акцияларын сатып алуға болады, осыларды сатып немесе сатып алуға болады. Шетелдік компаниялардың акциялары да бар мысалға бұл жерде. Қарап шықсаңыздар болады. Apple компаниясы мінекей акциясы біздің қор нарығында, касседе. Немесе америкалық қор нарығы, егерде ағылшын тілін білетін болсаңыздар, листингтегі компанияларды қарауға болады бұл жерде. Nice ірі компаниялар, америкалық. Немесе NASDAQ дейді, америкалық компаниялар деген сияқты. Осыны қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін нарықта, қор биржасында сатушылар мен сатып алушылар, жаңағы айтқанымыз, яғни қор нарығындағы акция бағаларын жылжытатын, қимылдататын сатушылар мен сатып алушылар тек қана бағана айтқандай. Яғни бұл сату мен сатып алу үдерісі осы брокерлер арқылы жүргізіледі. Яғни сатушылар мен сатып алушылар болуы мүмкін кәдімгі қарапайым трейдерлер, мінекей, ол болсын, қыз болсын, дегенмен де айта кететін жағдай, қыз балдар, әйел адамдары бұл трейдингте жақсы жаңағы жетістіктерге жетіп отырғандар бар. Олар более дисциплинированный болады, жаңағы ережені бұзбауға тырысады. Және де ірі инвесторлар, мына көкемізді танып отырған шығарсыздар, ірі көкеміз деп айтсақ болады. Осы дүние жүзіндегі ең ірі инвесторлардың бірі деп айтсақ та болады. Уоррен Баффет, инвестор, предприниматель, өзінің хедж фонды бар деген сияқты. Және де осы биржада бағаны құратындар фондтар, небір фондтар бар. Ірі компаниялар, жаңағы айтып кеткенде хедж фондтар. Мысалға біздің өзіміздің еліміздегі жаңағы зейнетақы қоры бар. Зейнетақы қорларда осы тікелей жаңағы өздерінің брокерлер арқылы, немесе тікелей фондтар брокерлер арқылы да мәмілеге келеді. Немесе рыноктан тыста жаңағы қор биржаларында жұмыс жасауға болады. Осы мына фондтар біздің жаңағы пенсионный фонд, олар да осы қор биржаларында біздің салған ақшаларымызды айналымға салып, ақшаны табысты сол жерден табады. Байқаған болсаңыздар, инвестициялық табыстан деген жерлер бар, осындай жаңағы сатып алу, сату жұмыстары арқылы сол ақшаны айналдырып отыратын болады. Яғни акция бағасы дейді. Мынандай бағаларды көріп жүрген болатын шығарсыздар, телевизорде болсын, интернет желісінде болсын, экономика саласында көп кездеседі осындай бағалар, цифрлар. Яғни бұлар қандай бағалар? Нарықтағы бағаны екі тұлға ғана өзгерте алады, бағанаға айтып кеткеніміздер. Оның ішінде сатып алушылар және сатушылар, екі-ақ тұлға. Яғни сатып алушылар дегеніміз, сатып алушылар басымдық көрсетсе, акция бағасы көтеріледі. Яғни buy дегеніміз, ол сатып алу деген сөз, ағылшын тіліне аударғанда. Әрине сатып алушылар көбейсе, белгілі бір затқа байланысты сұраныс көп болса, оның бағасы да, белгілі бір товардың бағасы да көтеріледі. Және де сатушылар дейді. Егерде сатушылар көп болса, баға төмен түседі. Яғни сатушы көп дегеніміз, ол товар да көп болады деген сөз. Яғни sell деген сөз ағылшын тілінен алынған, бұл сату деген білдіреді.
яғни кез келген бизнесте, нарықта болсын, яғни бірі сатса, екіншісі сатып алып отырады, бір мысалы келтіріп кетейін. Мысалға, базарда картоп көбейіп кетсе, прицепмен, камазымен көбейіп кететін болса, әрине ол баға түседі деген сөз. Яғни сатушылар да көп, товар да көп сатылатын деген сияқты. Егер де белгілі бір рынокта сатып алушылар көп болып, сатушылар аз болатын болса, яғни сатып алушылар басымдық көрсететін болса, ол товардың бағасы көтеріледі деген сөз. Акцияда сол. Акцияның бағасы да солай құрылады. Ары қарай кеттік. Трейдер қағидасы бар. Қазір келесі слайдтарда осы қажет болады сіздерге түсіну үшін. Трейдер қағидасы, яғни трейдердің ережесі деп те айтсақ болады. Төмен бағада сатып ал, жоғары бағада сат дейді, табыс табу үшін. Яғни белгілі бір табысқа жету үшін төмен бағада сатып алып, ол жоғарылаған кезде сатып жіберу керек. Яғни buy low, sell high дейді. Бірақ биржада, қор биржасында ерекшелігі бар. Акцияның бағасы төмен түсіп жатқан кезде де жаңағы табыс табуға болады. Бірақ менің ол акция шорт дейді оны. Акцияның бағасы төмен түсіп жатқанда сауда жасамаймын. Мен тек қана buy, сатып алумен айналысамын. Өйткені сату бойынша да өзінің бір ерекшеліктері бар. Ол жерде қарыз деген жүреді. Ол келер сабақтарда подробно айтып көрсететін боламын. Яғни, мысалға, мына жерде көрсететін болсақ, мынау график. Мынау барлар дейді. Свечной анализ деген болады. Мынау барлар бұл белгілі бір акция бағаларының іздері. Көретін болсаңыздар, мысалы, мынау каналда жүрген, каналдан шыққан күтеміз да, мысалға, баға көтерілетін анализ, жоспар жасау арқылы көтерілетін біз анализировать еткеннен кейін, мына жерден buy, осы жерлерден сатып алып, баға көтерілген кезде сатып жібереміз. Значит, арадағы айырмасы сіздің табысыңыз. Әрбір стратегияға байланысты әркімнің, біреулер мына жерде сатып жіберу мүмкін деген сияқты. Біреулер одан да жоғары көтерілгенін күтуі мүмкін деген сияқты. Ол сауда жасау жүйесіне байланысты. Ол бойынша да алдағы сабақтарда айтылатын болады. Ары қарай, бағаның сауда терминалындағы көрінісі, яғни инструменттің бағасын көрсетіп тұратын ұяшықты трейдерлер әртүрлі атайды. Мінекей мынау ұяшық. Яғни оны стакан деп те атайды, ағылшын тілінде level деп аталынады, лента деп айтылады, тағы басқа сондай трейдерлердің арасында сондай әртүрлі терминдер бар. Әрбір брокердің стакандарының құрылымы әртүрлі болады екен, бірақ идея бір: сатып алу, сату бұл жерде. Яғни, тағы да айта кететін мәселе осыған байланысты market price деген болады. Market price дегеніміз ол нарықтық баға деген сөз. Дәл қазіргі белгілі бір инструменттің сатып алу немесе сату бағасы деген сөз. Егер де сіз дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алғыңыз келсе, сіз market price-пен сатып аласыз. Егер де өзіңізде бар акцияңызды дәл қазіргі нарықтық бағамен сатқыңыз келетін болса, сіз market price-пен сату қажетсіз. Яғни, ask және bid деген сөздер бар ағылшын тілінде. Яғни, ask деген сатып алу бағасы, яғни сатып алушылардың бағасы деген сөз. Сұраныс бағасы. Белгілі бір акцияны мен сатып алғым келіп тұрса, мен ask price-пен мен сатып ала аламын. Market қазіргі нарықтық бағада. Bid деген сөз бар. Ол яғни сату бағасы, яғни ұсыныс дегеніміз. Егер де мен белгілі бір акциям
белгілі бір 100 акцияны мен өзімдегі бар акциямды сатқым келетін болса, мен бит бағасымен сата аламын деген сөз. Яғни мынау терминалда ұяшықта қарайтын болсақ, мысалға бит аск деген тұр. Яғни әрине бұл жерде сатушылар терминалдың ар бетіндегі акциясы бар адамдар сатамын деп қойғандар. $148 30 центтен мен сатамын деп қойғандар. Аск бағасы графикте жаңағы терминалда, стаканда жоғары бағада жүреді. Ал бит, мінекей өздеріңіз байқағандай, $148 29 цент, 1 центке айырмашылығы бар. Бағанағы біз айтқанымыздай, төмен бағада сатып алу, жоғары бағада сату деген осы жерден түсінуге болады. Егер де сізде қазір 100 акцияңыз бар, ол акцияны осы нарықтық бағамен сатқыңыз келетін болса, сіз $148 $29 сата аласыз деген сөз. Әрбір биржадан келетін заявкалар. Мына жерде $148 290 цент деп тұр, мысалға. Бұл ең соңғы сатқан және сатып алынған баға. Бұл қазір last price дейді. Яғни мына жерде көріп тұрған жоқсыздар. Егер де сіз $148 30 центтен 100 акция сатып алатын болсаңыз, осы баға 148-де 30 центіңіз мына жерге келіп тұрады. Бұл шынайы нарықта қатты тез жылжитын, көріп қарап үлгере алмайсыз деген сияқты. Яғни сіз сатып алатын болсаңыз, осы баға келеді деген сияқты. Сатып алынады, немесе сатылады, сол соңғы баға. Мына жерде плюс $2 435 цент мысалға деп тұр. Бұл не деген сөз? Бұл кешегі нарықтың жабылған бағадан, бүгін нарық ашылды ғой қайтадан, сол кешегі жабылған бағадан бүгінгі нарық, сол акцияның бағасы $2 435 центке көтерілді деген сөз. Яғни акцияның бағасына қарай 2-де 435 дегеніміз, ол 1-де 67% көтеріліп тұр деген сөз қазір. Мына жерде бит асктың бағалары тұр. Осы жерге қарап ориентир жасауға болады. Мен қаншадан сата аламын, нешеден сата аламын деген сияқты. Енді в основном менің сауда жасау жүйемде, ережемде стаканмен жұмыс жасамаймыз. Бұл тек қана сіздерде түсінік пайда болу үшін. Стакан деген не деген сөз? Осыған байланысты сіздер танысып отырсыздар. Яғни стакандағы баға мәліметтері, стакандағы ұяшықтағы бағаны мен таблица арқылы көрсеткім келді. Last price дейді. Жаңағы осы ең соңғы рет осы бағада сатылып, немесе сатылған баға деген сөз. Үлкендеу көрсетіп қойдым. Және де тағы да бір айта кететін мәселе бар. Спред деген бар. Спред дегеніміз ол сату мен сатып алу бағасының айырмасы. Мына жерде мысалға $448 29 цент болып тұр. Бит, ал аск бағасы 148-де 30 болып тұр. Яғни бұның айырмасы 1 цент болып тұр. Спред. Спред дегеніміз бит пен асктың айырмасы. Спред деп айтылады. Бұл жерде 1 центті, мысалға сіз бір акция сатып алатын болсаңыз, бұл 1 цент жаңағы брокердің қалтасына кетеді. Бұл жаңағы сізге қызмет көрсеткені үшін. 1 центті брокер алып отырады. Және де тағы да өзінің комиссионный дегендері болады. Менің қазіргі TD Ameritrade компаниясының, брокерлік компаниясының несі мынау стаканы, ол жерде комиссиялары жоқ. Тек қана осы спредтен олар табыс тауып отырады. Басқа да табыс табатын нелері бар. Ол жаңағы бағанағы мен айтқаным, қарыз ақша беру, қарыз акция беру арқылы
ол уже пайыз жүріп кетеді ол жерде, иә. Содан да олар табыс көздері содан олардың брокерлік компанияның, иә. Егер де мына жерде қазір мен қарап отырсаңыздар, 100 акция сатып алғым келіп тұр. Мен сатып алатын болсам, $148 30 центтен 100 акция сатып алатын болсам, маркет прайспен, дәл қазіргі нарық бағасымен сатып алатын болсам, мына жерде 1000 болып қалады. 100-ні сатып алсам, мына жерде 100-і кемеді, әрине азаяды деген сияқты. Егер де мен мына жерде енді менде акция бар, 100 акциям бар, мен сатылымға, егер 148-де 30-дан сатып алдым, мысалға, одан да арзан бағада сатып алған болуы мүмкін, менде бар акциямды сатылымға шығаратын болсам, мен 148-де $29 сата аламын деген сөз. Егер де мен 100 акциямды осы қазір сатып жіберемін, маған қазір моментін сатылу керек десем, мына бағада сата аласыз. Яғни 100 акция сатсаңыз, мына жерде 900 болып қалады. Яғни бұл жерде де кемейеді. Сатып аламын деушілер деп түсінсеңіздер, бит дегенде, асық дегенде сатамын деушілер деген сөз, бұл. Сонымен қазіргі осы бағаның жүруі бойынша, мінекей осындай реальный неде нарық бағасын қарап көрейік. Мінекей қазіргі 1 минуттыққа қойып көрсетейін сіздерге. Мінекей баға мінекей осылай жүреді. 1 минуттық барлар бар дейді. Бұл мінекей қандай қозғалыс болады, көрдіңіздер ме? Бұл жерде мен әрбір бар 1 минуттан есептелінеді. Бір айлық барлар болады деген сияқты. Әртүрлі таймфрейм дейді, оны алдағы уақыттағы сабақтарда айтатын боламыз ол мәселе бойынша. Мінекей мысалға мына жерден көретін болсақ, мына жерден бастап баға көтеріліп жатыр. Неше бар бұл жерде? 17 бар. 17 барымыз демек бұл жерде 17 минут деген сөз. Міне 18-ші минут, 18-ші бар пайда болды. Мінекей. Значит, 18 минутта қазір мына акцияның бағасы $1 көтеріліп тұр. Мінекей. Байқаған болсаңыздар, $1. 18 минутта $1 көтеріліп тұр. Мінекей осындай осы сауда жасау арқылы біз табыс табамыз. Мысалы, мына жерде міне баға деңгейі тұр. Қазір бұны мен сатып алып үлгермедім, уже поздно, көрдіңіздер ме? Егер де мен өзімнің жоспар бойынша баға қойған деңгейі бар, осы жерден мінекей сатып алуға болады. Бұл жерде $2.84 дейін табыс табуға болады бір акциядан. Бұл жерде көрсетейін дегенім, айтайын дегенім, мінекей осы. Мына жерде тұр, жаңағы стакандағы акция бағалары мінекей тез жылжиды. Егер де стаканды, реальный стаканды көрсететін болсам, қазір мына жерде көрсетейін, мінекей level 2 деген, Apple компаниясын қарап көрейік. Бастадық қой. Мінекей. Міне стаканымыз осы, біздің levelіміз осы, мінекей. Лента дейді біреулер, мінекей жылдан ауысып жатыр баға. Қазіргі баға сатылған және сатып алынған баға ең соңғы көрсетіліп тұр мына жерде. Мінекей байқаған болсаңыздар, 146-да 945 міне тез жылжып жатыр, оны үлесу мүмкін емес деген сияқты. Мінекей осы стакан дегеніміз, осы баға деген осылай жүреді. Және де енді бағаның жылжуы, баға, акцияның бағасы 3 бағытта ғана, тек қана 3 бағытта ғана жүреді. Ол баға өсіп жатады, немесе түсіп жатады. Мінекей, өседі, түседі деген сияқты, мына жерде түскен. Әрине солдан оңға қарай графикті біз қарау керекпіз. Және де үшінші, ол каналда жүреді. Міне, белгілі бір каналда тұр. Көрдіңіздер ме? Мына жерде каналдан шыққан, міне каналды бұзып өткен, көрдіңіздер ме? Қандай сила. Мына жерде де мінекей каналдан өткен, шорт
акция бағасын түсу кезінде де табыстауға болады дедік қой. Бірақ мен ол системамен жұмыс жасамаймын. Мен тек қана бағаның көтерілуін күтемін. Баға түсіп барып, белгілі бір каналда жүреді, күш жинап, каналдан әрине шыққан кезде ол уже қатты напормен кетеді деген сөз. Бұл мәселелер бойынша алдағы уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей каналдан шыққан қандай баға өте қатты серпінмен кетеді деген сөз. Көрдіңіздер ме? Мінекей осындай анализ жасау арқылы бұл сауда жасалынады. Бүгінгі сабаққа байланысты осы жеткілікті. Аса көп информация алғанда артық болып кетеді. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, осы YouTube каналындағы чатқа жазып отырыңыздар. Мен сол сұрақтарыңызға видео арқылы жауап беруге тырысатын боламын. Және де YouTube'дағы каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін сол YouTube каналындағы қоңырау белгісінде басып қойыңыздар. Сіздердің осы подписаться етілген және жаңағы лайк басуды да ұмытпаңыздар, егер де сіздерге ұнаған болса. Ол лайктар арқылы, сіздердің подписка жасағандарыңыз арқылы мен қаншалықты қажеттілік бар екенін мен қарай отырып, ары қарай видеоларымды жүктейтін боламын, видео сабақтар жүктейтін боламын. Жақсы, сау болыңыздар достар. Келесі кездескенше.